Мемлекет басшысы 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланған кезден бастап елде еңбек ресурстарын дамытуға назар аударыла бастады. Қазіргі таңда елде кадр тапшылығы байқалып отыр. Облыстағы жағдайды бақылау үшін Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев келді. Бүгінде Солтүстік Қазақстан облысында 11 мың студенті бар 24 колледж жұмыс істейді. Тек 11-і жұмысшы мамандарды даярлайды. Ал аймақтағы қызметкерлердің жетіспеушілігі 3 мың адамды құрап отыр. Әсіресе ауыл шаруашылығы мен құрылыс саласында қолтапшы. Бүгінде еңбек ресурстары аймақ экономикасында маңызды роль атқарады. Бұл барлық меншік нысанындағы кәсіпорындарда белсенді жұмыс істейтін азаматтар. Жыл сайын 4 мыңнан астам жаңа жұмыс орындары құрылуда. Қазір жұмысшы мамандардың өткір тапшылығы байқалуда. Бұл мәселені кешенді шешу бизнестен де, мемлекеттен де талап етіледі. Тапшылықты жою үшін дуальды оқыту шеңберінде студенттер санын ұлғайту мен мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылдау арттырылмақ. Елде 2025-2027 жылдарға жеке инвестициялар тарту арқылы 270 колледждің материалдық техникалық базасын жарақтандыру жоспарлануда. Мәулен Әшімбаев елдегі жаңа еңбек идеологиясын ілгерілетіп, жұмысшы мамандықтарға деген көзқарасты өзгерту, әсіресе жастар арасында беделді ету қажеттігін айтты. Солтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы, өндіріс және экспорт саласында ерекше орын алады. Осы бағыттарды әрі қарай қарқынды дамыту үшін қосымша еңбек ресурстарына сұраныс болатыны анық. Сол себепті өңірдің одан әрі дәйекті даму үшін бұл мәселеге де үлкен мән беруіміз керек. Осы кездесуге облыста іргелі жобаларды іске асырып жүрген кәсіпорындардың өкілдері мен білікті мамандарын да шақырдық. Олардың да пікірін білу біз үшін маңызды. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі нарықты дамыту үшін негізгі факторларды атады. Бұл экономикалық өсу, инвестициялар тарту, жаңа жұмыс орындарын құру мен жұмыс орнының сапасын анықтау. Оның айтуынша Қазақстанда 2 миллион адам сапалы жұмыс орнында қызмет етеді. Позапрошлом году мы приняли 2023 жыл біз еңбек нарығын дамыту тұжырымдамасын қабылдадық. Онда сапалы жұмыс орны ұғымын ұсындық. 4 белгі бұл ең алдымен жалақы медианадан төмен болмауы тиіс. Ал бүгінде ол ел бойынша 285 мың теңге. Әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік кепілдіктер сөзсіз орындалуы керек. Бұл зейнетақы жарналары, барлық қорларға әлеуметтік аударымдар және еңбек жағдайларының қауіпсіздігі. Тиісінше біз бүгінгі күні 2 миллионнан астам жұмыс орны туралы айтып отырмыз. Ресми статистика мен айтсақ, бүгінде Қазақстанда 7 миллионнан астам адам жалдамалы қызметкер болып табылады. 7 миллион жұмыс орны, оның ішінде 2 миллион жұмыс орны сапалы. Мәулен Әшімбаевпен кездесуге жұмысшы мамандар да келді. Нұртілеу Қадыров 2021 жылы Өзбекстан елінен қоныс аудару бағдарламасы бойынша солтүстікке көшіп, азаматтық алған. Петропавлдағы фанер зауытында слесарь болып қызмет атқаруда. Еңбек адамы жұмысшы мамандықтар жылы жаңа мүмкіндіктерге жол ашады деген ниетте. Осы жұмысымның арқасында және де мемлекеттің қолдауымен 3 жылдың ішінде ипотекалық тұрғын үй сатып алдым. Қазіргі уақытта әйелім және 2 баламды осында алып келдім. Қазіргі уақытта кіші балам балабақшада, үлкен мектепте білім алып жатыр. Мен өзім Петропавл қаласы бізге өте ұнады. Биыл міне Қасым-Жомарт Тоқаев жұмысшылар жылы деп жариялады. Меніңше бұл жылы біздерге үлкен мүмкіндіктер болады және де көптеген қолдаулар білдіріледі деген ойдамыз. Президент жүктеген тапсырма аясында кәсіптік білім беру процесіндегі кемшіліктер жойылып, кадрлар даярлау сапасы арттырылмақ. Айта кетейік, Қазақстанда барлығы 772 колледж жұмыс істейді. Онда 565 мың студент білім алуда.